Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Тоқаевтың айтқаны бар. Қазақ тілінің мемлекет тіл ретінде рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айланатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бұл күрделі мәселе. Президент айтты деп өзінен өзі шешіле салмайды. Үлкен іс-әрекетті талап етеді, бірақ ол жасалмады. Сондықтан тіліміз ұлтаралық түгіл, қазақ аралық дәрежеге жетелмеуде. Өзімізге керек болмаған тіл кімге керек? Ана тілін білмейтін халқының қасиетті ұстанымынан, асыл құндылықтан айырылып, шын мәнінде ұлтжанды бола алмайды. Неге десең, олар тілінде сөйлеген ұлттың менталитетімен ойлайды, мінез құлқын және дәстүрін қабылдап өмір сүреді. Санасы дағдарысқа ұшырайды. Бара-бара ұрпақтары соларға сіңіп кетеді. Осымен қатар, өзге де толып жатқан кемшіліктерден құтылмасақ, бізді кім сыйлайды, кім менсінеді? Бейшараның тілінде ешкім сөйлемейді. Кезінде пендешіліктің жетегінде кетіп, орыстандыру саясатына үнсіз көніп, тілімізден айырылып қала жаздадық. Ені соның салдарынан шығуға жігерлік танытпаудамыз. Бұлар әр қазақты ойландыратын ащы шындық. Дәйексіз адамдар билікке келсе, ұлт мүддесі аяққа тапталады, қорғаусыз қалады. Ғылыми зерттеулердің негізінде шынайы тарихымыздың қалыптаспауы, орын алған қылмыстан зорлық-зомбылықтың әділетті қорытынды шығарылмауы осының айқын дәлелі. Тіл мәселесін туғызып отырған жоғарғы биліктің жасқаншақ саясаты және келешегін ойламайтын қазақтың өзі. Басты себептер осында жатыр. Мұны түсініп мойындамасақ, батыл шара қолданбасақ, іс-әрекетіміз түкке тұрмайтын құраөрешілік, қайтарымсыз жоқ желге ұшқан қаржы. Ауыр сөздерді еріккенен айтып отырғаным жоқ. Бұл менің жан айқайларым. Енді не істеу керек туралы? Бірінші, қазақ халқын мемлекет құрушы, шаңырақ иесі, тілі мемлекеттік екенін басқа ұлттар түсіністікпен қабылдаған абзал. Одан ешкімнің мүддесі бұзылмайды, дискриминация орын алмайды. Бұл міндетті түрде іске асатын саясат, президенттің тікелей құзырындағы дүние, басқалардың қолынан келмейді. Бұлай болмаса, Қазақстанда тіл және ұлтаралық мәселесі толығымен шешіледі деу іске аспайтын қиял, бос сөз. Бұл жерде билік көр соқыр, тас керең болмай, көрегендік және батыл іскерлік танытуға міндетті. Екінші, заңда мемлекеттік қызметкер қазақ тілін білуге міндетті деп жазылып, және мұқият орындалуға тиісті. Мемлекеттік басқару мекемелерінде іс жұмысын жүргізу тек қазақ тілінде болуы шарт. Әйтпесе орыс тілінің үстемдігі жойылмайды. Өту мерзімін дерін бекітіп, орындалуын қамтамасыз ету қажет. Осының өзі ғана жеткілікті тіл мәселесін түбегейлі шешуге. Қашан түсінеміз? Үшінші, қазақтың намысын ояту қажет. Ана тілінде сөйлеу отбасынан басталмаса, балаларымызда ұлттық рух, сана сезім қабылдаспайды. Оларсыз басқалармен бәсеге түсу мүмкін емес. Мұны парасаттылықпен насихаттаған жөн. Қазақ тіл мәселесін өз елінде шешпесе, қайда барып шешеді? Саналы адам мұны сөзсіз түсінеді және қабылдайды. Орыс тілімізді білгенен ұтпаса, еш нәрсе жоғалтпайды. Қайта құрметке ие болады. Оны көріп жүрміз ғой. Шовинистердің және тілін менсінбейтін мәңгүрттердің байбалам салуы негізсіз, нағыз қазақофобия. Неге билік тиянақты тойтарыс бермейді? Қашанғы жағымпазданып, қалтыраумен күнелтеміз. Масқара ғой.
Мен орыс халқына, оның тіліне қарсы емеспін. Бірақ отаншыл, ұлтжанды екенімді, келешегімізге алаңдайтынымды жасырмаймын. Осы айтқанымды жай сөз емес екеніне мисалдар келтірейін. Әр уақытта басымды иіп еске алатын 4 ұстазымның біреуі ғана қазақ. Олар бірінші мұғалімім Евгения Матвеевна Демина. Осы кісіге деген ризашылығым барша ұстаздарды құрметтеуге ұласты. Логикалы ойлау қабілетімнің дамуына ерекше еңбек сіңірген Виктор Николаевич Курбатов қызметті жауапкершілікпен атқаруда, байлыққа арымды сатпауда, әділ сынды тайсалмай айтуда үлгі болған Алексей Петрович Злобин. Маман ретінде қалыптасуыма шамшыраққа айналған Жамиші Бидахмет аға. Марқұмдардың жатқан жерлерінің топырағы торқа, жаны жәннатта болсын. Өмірімде сыйласқан, құда жекжат, тату көрші болған адамдардың ішінде басқа ұлттың өкілдері жеткілікті. Жұмысты негізінен орыстар мен украиндардың арасында атқардым. Солардың сеніммен және құрметіне ие болдым. Өткенді шынайы қорытындылап, ақылменен түсініп, келешекті ойлағанымыз жөн. Ресеймен достық қарым-қатынаста болуға тиіспіз, бірақ ішкі ісімізге араластырмай, тереземізді тең ұстауға, ұрда жық деп қарсыласуға бармай, салиқалы саясат жүргізіп, мүддемізді батыл қорғауға парызымыз. Бұдан екі жақта ұтады. Мұны түсінуге данышпан болудың қажеті жоқ. Енді қазақ тілін білмейтін жағдайын ескеріп, кейбір ойларымды орыс тіліне жалғастыруға мәжбүрмін. Өйткені олар айтқанымды түсінбейді, санасы түгіл құлағына да кірмейді. Начну с изложения своих позиций. Я за то, чтобы все нации на деле были равноправны, имели возможность сохранять свои традиции, развивать язык и культуру. При этом решительно за то, чтобы государственный язык занял свое достойное место. Общество к этому обязано относиться с пониманием. Несомненно, соблюдение указанных требований обеспечит мир и согласие между нациями, составляющими единый народ Казахстана. Если это будет достигнуто между здравомыслящей частью населения, то шовинисты и сепаратисты, мянгурты и всякого рода демагоги, их внутренние и внешние покровители погоду не сделают. К сожалению, в деятельности власти много невыполненных обещаний. Она не стремится адекватно воспринять требования времени и сознанием дела профессионально выполнять свои обязанности, действовать на опережение дестабилизационных ситуаций и принимать выверенную программу, реально прогнозировать последствия принимаемых решений. Поэтому работает по принципу и вашим, и нашим в режиме пожаротушения. Иными словами, занимается лишь разборкой завалов. На большее их не хватает. Без предвзятости проанализируйте работу ветвей власти, и вы убедитесь, что от их несуразной и безнравственной деятельности берут начало необустроенность нашей жизни. Неужели не осознают, что рушат основу независимости государства? Скорее всего, для них личное превыше интересов народа и страны. В этом основные причины наших бед, в том числе и проблемы казахского языка. В результате беспринципной политики и нерешительности власти он превратился в объект раздора и противоборств, как на поле проведения кокпара. Поймите же, наконец, это к добру не приведет. Считаю разумным повторить высказанные на казахском некоторые предложения. Президенту необходимо проявить политическую волю и принять закон, предусматривающий прямое введение делопроизводства
в органах управления только на государственном, утвердить реальный срок перехода и осуществить эффективный контроль за исполнением. Наряду с этим отменить изобретенный делопутами официальный язык. Двоевластие в языке не способствует сплочению общества, наоборот разъединяет. Ведь это очевидно. Иначе казахский язык так и останется в роли свадебного генерала на различных заседаниях и не станет даже средством межказахского общения. Следует предусмотреть существенное моральное и материальное стимулирование лиц неказахской национальности, совершенстве овладевших государственным языком, добросовестно работающих во власти и в средствах массовой информации на благо процветания Казахстана, включая возможность избрания президентом, подчеркиваю, включая возможность избрания президентом страны, и этого бояться не надо. Сумеем, тогда все остальное, как говорится, приложится, ибо люди поверят в перспективу казахского языка, и дела пойдут на лад. А властелюбивые карьеристы быстро осилят эту задачу. А кто не собирается работать на госслужбе, пусть сами решает, на каком языке говорить. Только следует помнить, придет время, когда мыслящий человек, свободно не владеющий национальным языком, будет чувствовать себя обделенным, если не полноценным. Это я понял в 90-м году, когда на казахском языке сколько ни пытался, не смог дать интервью областному радио. Для меня это был позор. Заключение. Я не претендую на истине последней инстанции. Возможно, в чем-то ошибаюсь, излишне прямолинейный и категоричен, или высказываюсь как бескомпромиссный максималист или фанат. Разумеется, не все согласятся с моими доводами. Это не беда, а на пользу дела. Но мой жизненный опыт убеждает, что ничего путного не добьемся, руководствуясь пескарной психологией минималиста, не способного жить полноценно. Их удел непристойные деяния, работать ни шатка, ни валка и ждать, куда кривая выведет, а затем развести руками, заявив, хотели как лучше, а получилось как всегда. Тіл мәселесінің кейбір жақтарына тоқталдым. Оларды шешуге септігі тие ме деп, ізгі ниетпен ұсыныстарымды айттым. Тағдырымызды қолға алайық ағайын. Алла жар болсын.